Ассаламу алейкум, Асхабу Суффа каналына қош келдіңіз. Біз бүгінгі видеода мимнің халдері деген тақырыпты өтетін боламыз. Арабшасы ахкамул мими сакина, яғни сүкінді мимнің үкімдері деген мағынаны білдіреді. Басқа да пайдалы ақпараттардан хабардар болу үшін каналға тіркеліп, өз қолдауыңызды көрсете кетіңіз. Сүкінді мимнің үш түрлі халі бар. Бірінші халі сүкінді мимнен кейін харекелі бір мим келсе, немесе даммалы харекелі бір мим келсе, онда осы екеуінің ортасын ұстаймыз. Екінші халі сүкінді мимнен кейін бә әрпі келетін болса, онда бұл екеуінің ортасын ұстаймыз. Ал үшінші жағдайда сүкінді мимнен кейін бә мен мимнен басқа кез келген бір әріп келсе, онда бұл ұсталынбайды. Бірінші жағдайда міне ұсталынады, екінші жағдайда ұсталынады, үшінші жағдайда ұсталынбайды. Яғни сүкінді мимнен кейін харекелі бір мим келгеніне мысал көрсетем. Алейхим садах. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сүкінді мим, міне мимнің үстінде сүкін тұр, содан кейін бір харекелі мим келіп тұр. Сол үшін мынаның ортасын ұстаймыз. Алейхим садах. Келесі сөз фи қулубихим марад. Фи қулубихим марад. Яғни сүкінді мимнен кейін харекелі бір мим келіп тұр. Түсіндіңіздер ғой, бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайда анна роббахум бихим. Яғни біз екінші жағдайда айтқан едік, сүкінді мимнен кейін бір бә әріпі келетін болса, онда ортасын ұстаймыз дедік. Енді мына жерде соған мысал көрсетіп тұр. Анна роббахум бихим. Міне бә тұр. Енді тағы бір мысал. Тәрмихим бихиджара. Сүкінді мимнен кейін бә әрпі келген үшін ортасын ұстаймыз. Тәрмихим бихиджара. Түсінікті шығар енді? Сүкінді бір мимнен кейін бә әрпі келетін болса, харекелі, онда ортасын ұстаймыз. Келесі үшінші жағдайға, мимнің үшінші халіне мысал. Сүкінді бір мимнен кейін бә мен мимнен басқа кез келген бір әріп келетін болса, мысалға мына жерде дә әрпі келіп тұр, онда ортасы ұсталынбайды. Ләкум динукум. Ләкум динукум. Ортасын ұстамай өтіп кете береміз. Әлхамду. Міне сүкінді мимнен кейін дәл келіп тұр, мына жерде де ұстамаймыз ешқандай. Әлхамду. Әлхамду ләкум динукум. Түсінікті ғой, тағы бір қайталайық. Әл-халул миму сакина, яғни сүкінді мимнің халдері үшеу. Бірінші халі, сүкінді мимнен кейін харекелі бір мим әрпі келетін болса, онда ортасы ұсталынады дедік. Екінші халі, сүкінді мимнен кейін бә әрпі келетін болса, онда тағы ұсталынады. Үшінші жағдайда, сүкінді мимнен кейін кез келген бір әріп келетін болса, онда ұсталынбайды, ұстамай өтіп кетеміз. Түсінікті ғой? Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз.